Мәди десек Қарқаралы дейміз, Қарқаралы десек Мәди дейміз. Ол кісі енді Жарықтың өлеңін айтып кетті, атыңнан айналайын Қарқаралы. Сенен бұлт менен қай Қарқаралы. Қарқаралының мынау бұлтыңызбен көріп тұрсыз ғой. Атыңнан айналайын Қарқаралы. Алаштың ардақтысы қазіргі қазақ мемлекетінің шекарасын сызуға әсіресе белсене атсалысқан математика ғылымының негізін салушылардың бірі атақты ғалым десе болады Әлімхан Ермектің туған жері. 1905 жылғы Қарқаралы петициясы дегенді өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Қарқаралы петициясы осы Қарқаралыда өткен. Мен бір жан қоғын көргені арқадағы. Қарқаралы сөзінің шығу тарихы туралы деректер де тарихи әфсаналарда көп. Бұжақтың кербез тауларының алыстан қарағандағы пішіні қыз келіншектердің бөріктеріне ұқсайды. Ел жердің тарихын білетіндер Қала тауын осындай табиғи ерекшеліктермен байланыстырады. Енді Қарқараның өзі сәукелі ғой. Бізге жеткен аңыз бойынша осы шақта Баян Сұлу бөркін жоғалтып, бөркін түсіріп алғанда жағыны қайда түсірді? О Қарқара түсіп қалды. Қарқара түсіп қалды деп жаңағы айтылған деп жағын айтады. Қарқаралы тарихын 1824 жылы орыс қазақ әскері тұрғызған станциядан бастағысы келетіндер де бар. Жоқ, бұл шаһардың тарихы кемінде 3000 жылды қамтиды. Қарқаралы өлкесінен 4-ші алтын адамның табылғаны да бұл өңірдің шежіресі сақтардан бастау алатындығын меңзейді. Керек десеңіз, одан да ерте дәуірлердегі ескерткіштер бар. Ал енді жалпы адамзат баласы жер бетінде пайда болғанда Қарқаралыда тіршілік болған. Оған дәлел көп. Мына үшінгір өз-өзі болған шығарсыздар. Мына қаланың шетінде мына тұрған бір шақырымдай жерде суық бұлақта адам алғаш жабай адамның қорғаны болған. Әлкейме Марғұлан әкеміз ашып кеткен. Осындай үлкен тарихи орындарымыз бар. Енді мына тұрған Жирен Сақал деген шың осы Қарқаралы тауларының ішінде ең биік шың 1400 метр. Оның өзінің айналасында Жирен Сақал деп аталудың тарихында көп. Мысалы Зороастризм заманынан атау келе жатыр деген сөздер бар. Зерттелмеген көп дүниелер бар. Қарқаралы аумағында жалпы 500-ден астам, 500-дің ар жақ бер жағында тарихи ескерткіштер бар. Зерттелмеген ескерткіштер әлі көп. Күллі таудың басын аппақ мұз жапса, Қарқаралы тауларының шыңында көкпеңбек боп көлдер жайғасқан. Оның әйгілісі Шайтан көл. Физиканың бар заңына Кереғар таудың ұшар басында тұрғасын Шайтан көл аталыпты дейді білетіндер. Арқаның кербез сұлу құт мекені Қарқаралыға кімдер қызықпаған? Қазақ үшін аса бір қиын кезең болған 17 ғасырларда бұл төңірек қалмақтардың иелігіне көшкен. Кент таулардың ең шұрайлы тұсында Будда храмын соғып, қаптатып, қыстаулар тұрғызған. Бұл ескерткіштің салынуы 1645 жыл, 43-45 жылдары болған. Бұл ескерткіштің ашылу құрметіне Зая Пандита деген атақты мына қалмақтың ойраттың ағартушысы келген. Төді жазу деген жазу бар. Қазағын төте жазу деп айтады. Сол тоды жазудың авторы жаңағы Зая Пандита. Сосын қалмақтардың Будда дініне өтуінің себепкері жаңағы Зая Пандита болды. Өз ескерткішті ашар алдында көп халықтарда бар дәстүр. Бірақ қазық қақты дейді ғой, қазақ. Бір дұға оқылады. Соған дұға оқуға 1643 жыл келген екен Зая Пандита. Ал ашылу салтанаты 2 жылдан кейін болған, бұғанда Зая Пандита келген. 15 гектардан астам жерді алып жатқан бұл сарайды жұрт Қызыл кеніш деп атайды. Бір қызығы 2011 жылы археологтар ғибадатхананың орнын қазып алғанға дейін жергілікті халық бұл төбешікті Қыз әулие мазары деп басына барып тәу етіп жүрген екен. Ел арасында көп таралған аңыздардың бірінде мынау Еділ бойын мекендеп жатқан Қалмақ ханы Аюкенің қызын жоңғар қоңтайшысы айттырып, сол қызын әкелу үшін 40 нөкерін жіберіп, қайтарында сол керуен осы кент тауларының тұсына келген кезде бір қыс мезгілі болса керек, жол жүру мүмкіндігіне айырылады да осы жерде қыстауға тура келеді. Қыстап жатып сол керуеннің солдат әскерлері осы керуенді сарайды салдырған деседі. Ал енді екінші бір аңыздарда бұл жоңғарлардың осы жерлерді мекендегенде шамасы 18-17 ғасырлардың аяғы болса керек, осы ғибадат орны ретінде тастан салынған бір құрылыс орны деп топшылайды. Қалмақтың Будда храмы һәм қалашығы ұзақ тұрмады.
қазақтар қайта күш алып, бұл өлкеден басқыншыларды ығыстырып шығарды. Сөйтіп, Қарқаралының зеңгір сілемдерінде бір ғасырдан соң қайта азан дауысы жаңғыра бастады. Азан демекші, бұл өлкенің ең үлкен мақтанышы, ол Құнанбай қажы салдырған мешіт. 1840 жылы қазақтар мұсылман ғибадатханасына жер сұрағанда, орыс үкіметі әуелі батпақты жерді беріпті. Бірақ қажы атамыз аға сұлтан қызметіне сайланған тұста үстінен ақы қосып, Қарқаралының ең әдемі тұсынан осы мешітті соққызған. Ол кісі генерал-губернатор өз хат жазады. Мен мынау сіздің бұйрығыңызбен қызметке кірістім. Мешіттің құрылысын бастаймын, қаражат жетеді, жетпес өзім қосам, бірақ мен бір ұсынысым бар. Мынау таңдалып алған жер ыңғайсыз, аяс аумағы тар, ойпаттау жерде тұр, ылғи провинттік магазинде орналасқан. Маған кең жер керек. Молла тұратын үй, медресе, бала оқытатын салуым керек. Мен мынау Семейге шығатын Қасқа жолдың үстінен жер таптым деп осы жерді көрсетіп, осы жерді таңдап салдырған екен. Бұл құлшылық үйінде 1920 жылға дейін азан шақырылыпты. Большевиктердің келуімен құлшылыққа тыйым салынады. Содан кейін қилы тағдыр басталды. Бір уақыттары қоймада болыпты, ат қораға дайыналған. Кейін әбден тозған кезде тастағанда кеткен. Жергілікті жұрттың айтуынша мешітті қиратып тастамақта болған екен. Десе де мешіттің мұнарасындағы айды кеңес билігі бәрібір атып түсірген. Жергілікті бір тұрғын құлап жатқан мұсылмандық таңбаны жасырын үйіне алып келіп сақтапты. Тәуелсіздік аларда сол ай таңба қайтадан мешіттің төбесіне орнатылған. Одан кейін сол 1989 жылдары мәселе көтерілді. Әлі де Совет үкіметінің кезі, бірақ соңғы жылдары қалайда Құнанбайдың мешітін көтеру. Содан мынадай айдарменен бұл Абайдың медресесі деген ат беріліп, жаңағыдай мемлекет тізімге алып, тарих ескерткіш деп. Бұған мемлекеттен қаржы бөлініп, біздің аудандық тарихи өлкетану мұражайынан бөлім ашылды. 3 адам штатын единица берді кәдімгідей. Содан осы мешітті қазір реставрация деген мекеме болды ол кезде. Сол мекеме қолын алып, бюджеттен ақша қаратылып, келіп мешітті қарап, ол мекеменің филиалы болды Қарағанды реставрация деген. Солардың азаматтар келіп көріп, зерттеп, бұның ендерге бұрау ағаштар кемейді жарауға деп, қайтадан бәрін құлатып, қайтадан өріп тұрғызды. Қарқаралы ешбір қалаға ұқсамайтын, өзіндік кескін келбеті, бай тарихы бар орталық. Бұл шаһарда қазақ халқының атақты тұлғалары тұрақтап, зиялылары қонақ болған үйлер көп. Сонысымен де Қарқаралы қаласы тұтас музей секілді. Енді ерекше мақтанатын бір ғимаратымыз осы алдымызда Мұхтар Әуезовтің эпопеясында айтады ғой, Құнанбай Қарқаралы келгенде Көктөбелге тоқтады деп. Бекметов деген көпес болған, сол кісі үйіне тоқтайды екен. Бала Абайды жанына ертіп келіп жүр. Осы Абайдың азамат болып суреткер болып, суреткер болып қалыптасуында Қарқаралыда алған орын ерекше деп есептейміз. Сол үйде сақталған. Қазір міне мәдениет бөлімі отырғанда көп жыл мектеп болды, детсад болды. Ол үйдің жағдайы өте жақсы, мемлекеттің қорғауында. Құнанбай аға сұлтан болып тұрғанда Халиол Абаймен жақсы араласқан. Содан болар осы үйге Абай да жиі түсіп тұрған. Алаш зиялыларының біразы мұнда қонақ болған. Маңызды шаруалар бойынша мәжіліс ашқан. Жаңа кеңес өкіметі келген кезде байларды конфискелеу кезінде бұл кісілер қуғын сүргінге ұшыраған. Жаңағы алаш азаматтар осы үйде бас қосқандықтан халық жауларына қызмет көрсетеді, солардың жақтастары деген атаққа ұшырап, содан көп зардап шеккен. Осыдан 100 жыл бұрын көк шатырлы осы үйде болашақ көк тулы қазақтың жеке өз алдына ел болуы, шекарасын шегендеу мәселелер талқыланып еді. Ең соңғысы алаш көсемдері тап осы үйде маңызды құжаттарын бекіткен. 14.500-дан қол қойған Қарқаралы петициясы осы үйде жазылған. Ахмет Байтұрсынұлы, Ақбайдың Жақыбы, Әлихан Бөкейханов бастаған қазақтың зиялылары осы үйде бас қосып, сондай құжаттар жасаған. Сол Ақбайдың Жақыбы деп отырған кісіміз осы Халиолла бай көпестің туған қызын алып отырған күйеу баласы болып саналады. Тарихы сырға тұнған Қарқаралы өңірі алаш ардақтыларының есімімен тығыз байланысты. Алаштың көсемі Әлихан Бөкейхан да осы топырақтың тумасы. Әлихан Бөкейхан осы жақта оқыды, интернатта оқыды. Осында басында бір купецтің үйіне қойған. Одан кейін интернатқа барды. Интернатта оқып жүргенде Омскінің бір бастығы келеді. Соң жаңа кісі келеді, балаларға емтихан сияқты өткізеді. Содан кейін жаңа бір сұрақ қояды. Омскі мен Қарқаралының
ортасы қанша шақырым екенін есептеп шығарсаңдар дейді. 700 шақырым деген ба? Сонда дейді, сол 700 шақырымды дейді, арбаның дөңгелегі неше рет айналады деп есеп айтқан ғой жаңағысы. Әлихан Бөкейхан жаңағы есепті шығаратағы дөңгелек бәлен рет айналды деп жаңағы. Неге осы екі ортаға жүргенде жаңағы мынау зерек бала екен деп Омскіге оқуға жібереді. Осы Қарқаралыдан. Саналы ғұмырын қазақтың мемлекеттігін қалпына келтіруге жұмсаған Әлихан Бөкейханның кіндік қаны тамған қыстау міне Желтау атты жотаның етегі. Сәл әріректе Талды бейт деп аталатын Бөкейхан әулетінің қорымы тұр. Бұл атаудың өзіндік тарихы да бар. Омбыда қызметте жүргенде әкесі қаза болып, топырақ сала алмаған Әлихан кештетіп жетіп, бейт басына сонау Бразилияда өсетін ағаштың 3 түп жас шыбығын әкеліп отырғызған екен. Содан әкесінің бейті тұрған жер Талды бейт деп аталып кеткен. Қазақтың шекарасын шегендеп берген тау тұлғаның бірі Әлімхан Ермеков еді. Дәл қазір Алаш зиялысының туған қыстағы анықталып, зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ана өзбек халқы айтады, 100 рет халва деп айтқандан аузына халваның дәмі келмейді деп. Сондықтан біз оны 100 рет, 1000 рет Әлімхан деп айтайық, бірақ бір рет осындай сол туған жерінен бір ескерткіштің тұғырын көтеріп, тасын қойып кетсек, ол енді мәңгі деп айта алмаспыз, бірақ енді ол көп уақытқа дейін сол болашақ жастардың, мектеп балаларының, студенттердің көретін бір ой беретін орны болады ғой. Ермековтердің тұрағы қыстаудың бірнеше түрі боларын көрсетіп отыр. Бай мен билік тізгінін ұстаған адамдардың қыстақтарында да айырма болады екен. Мысалға, Ермековтердің үй жайының айналасында қора қопсы жоқ. Ол қалай? Бұл жерде тағы бір біздің болжамымыз бойынша, бұл жерде малды ұстамауының себебі, яғни Әбеу қажы, Әлімхан Ермековтің әкесі болыс болған. Сондықтан бұл жерде, яғни адамдар қабылдайтын, сондай бір үкімет үй дейді ғой, сондай бір орын болуы да мүмкін сол жағын. Мына жақтарда 10 бөлменің өзі үлкен нәрсені көрсетеді, яғни бұл жерде қонақ бөлме болуы мүмкін. Сондай нәрселер бар. Әлімханның әкесі жай ғана бай емес, ел тізгінін ұстаған болыс басшылар еді. Тиісінше, мұндай кісілер қыстақ айналасында сарай қопсы салмайды екен. Қой сиырдың қорасы келесі қырдың артында болады. Сонымен, Ермековтерде тиесілі мынау үй жайдың көлемі үлкен. Археологтар 10 бөлмені санап шықты. Осыншама көп пәтер неге керек болды? Бұл келімді кетімді жатын бөлмелерде болуы мүмкін, бос тұрған болуы мүмкін. Қарқаралыдан келет, әлгі землемер келет, мал санайтын кісілер келет, қазақ келет, орыс келет, студенттер келет. Бұл енді Әлімхандар оқыған кісілер ғой. Олардың достары келет. Сонда 1-2 бөлме дайын тұрады. Оның айналасы әлгі қаптаған қи тезек бола қоймайтын шығар. Сондай ұғымдар да болуы мүмкін дейді. Әлімхан Ермеков ОГПУ КГБ жендеттерімен өлім лагерлерінен аман қалған жалғыз алаш ордашы. Адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайыңның тері де таму керек деп білген Әлімхан Ермеков аядай ғана Қарқаралыда, үлкен қалаларда жоқ педтехникум ашады. Енді білесіздер ғой, жаңа 1921-1923 жылдары Ресейде не болды? Аштық болды ғой. Аштық болған кезде осы жерден жаңағы техникумға орын дайындап, Қазақстан басшыларымен келісіп, осы жақта не ашамыз деп, сонда Россиядан ыңғай доктор наук профессорларды осында әкелген ғой. Жаңағы где-то 10 шақты кісі әкелген жаңағылар. Оны әкелген аналарды көндірген себебі, оларға айтты, мен сендерге ай сайын бір қой алып отырсыңдар. Не тамақ болады. Тамақ, сендерге тамақпен етеміз, енді еңбек ақыларын босамаса жүріп отырады деп, жаңағыларды сонда үгіттеп осы жаққа алып келді ғой. Қарқаралының педтехникумнан шыққан түлектері Қазақстанның кейбіреулері оқуларын бітіріп, ғылым қуды, не қуды, көп адамдар. Оның ішіндегі Машанов бар. Аль-Машани дейді ғой. Мұхтар Әуезов өзінің Абай жолы романында Қарқаралыдан шыққан адамдардың арасында көп оқымыстылар бар екен деген сөзді ұлы ақынның аузымен айтқызатыны бар. Қазақтың әнін Парижде шырқаған атақты Әміре Қашаубаевтың кешегі ықылым заманда 300-ді аузына қаратқан
әділетті бітім айтқан атақты қаз дауысты Қазыбек би, ер жүрек, ақын сазгер Мәди Бәпиұлының да туған жері осы Қарқаралы. Ал мынау ескерткіш ақынның қаны тамған соңғы демі таусылған жер. Мәдидің өмір баяны қысқа ғана. 41 жас ғұмыр кешті. Бірақ 41 жас өмірінде қазақтың өнеріне, мәдениетіне өлшеусіз үлес қосып кетті. Қара кесек, Қарқаралы, үш қара дейтін шығармалары бүгінде өнердің классикалық үлгісіне айналды. Базарың құтты болсын, ардақ делім, ардақ делім қоянды. Қарқаралының атағын шығарған бір оқиға болса, ол Қоянды жәрмеңкесі. 1848 жыл ашылғанда бар жоғы 2 шаршы шақырым еді. Кейіннен қан базарға айналып ұзындағы 11 шақырым, ені 5 шақырым жерді алып жатты. Жәрмеңке комитеті көпестерге сататын малын жаюға 55 шақырым жер бөлген. Қоян жәрмеңкесінің үлкендерінің айтуынша, бұрын қоян жәрмеңкесі сәуір айында басталатын. 3 айға созылады дейді қоян жәрмеңкесі осында. 3 айға созылып, мынау жерде Тоқпан деген тау бар. Тоқпан деген тауының арақта 3 өзен бар. Сол 3 өзеннің арасында мал мен жанға толы. Сол малдың көптігі сонша, мынау күзге 3 айға дейін сол малдарын сойып, сатып, саудагерлер. Соның қайтарда өтпей қалған тауарларын осы мынау ғимаратқа салынған, ғимаратқа керемет салынған сол қалдырып кетеді екен. Бұл қойма болды ғой сонда. Бұрынғы салтанатын бүгінгі қиранды кейпінің өзі паш етіп тұрғандай. Қоянды жәрмеңкесінің қандай жойқын болғанын елестету үшін бір мысал. 1900 жылы мұнда 300 әр түрлі дүкендер мен 707 киіз үй тігілді. Сауда ұзын етіп таралған 4 қатарда жасалды. Онда шай қанттан бастап тұрмысқа керектінің бәрі сатылды. 1848 жылы Варнава Ботов деген саудагер сол жерге қосын тігіп сауда жасай бастады. Соған енді айырбасқа мал айдап әкеліп, екі жақтан қазақтары ақырындап қызып, мына революцияның алдында 1917 жылдары бұл жәрмеңкенің қуаты бүкіл енді Ресей империясындағы ең алдыңғы қатарлы жәрмеңке болып шыға келді. Сауда айналымы 7 миллион рубльге жетті. 7 миллион рубль дегеніңіз ол заманда енді пәленбай ақша. Енді бір қойыңыз 2 рубль болатын болса, сонда 3,5 миллион қой ма, сондай обороты болып тұр ғой, енді бір жылдық обороты. Осыншама мол ақша айналымы жүріп жатқан қан базардың қақ ортасынан банк ашылады. Қаржыңды біраз уақытқа сақтайтын депозит, 2-3% қарыз беретін кредит дейтін дүниелермен қазақ осы жәрмеңкеде танысты. Инкассаторлық сейфіміз, жәшігіміз де темір жәшік. Енді сол кездегі осы Қоянды жәрмеңкесінен түскен ақшаның бәрі осы сейфқа салып отырған. Жаңағы осы сейфті 8 адам көтереді, міне осындай нелері бар, ұстайтындары. Жан жақтан 8 адам келіп, ат-арбаға салып, жаңағындай қаруланған топ, жаңағы осы Қарқаралыға неге банкқа кеп нет отырған, тасып отырған. Қоянды жәрмеңкесін ашқанда оның ел ішіндегі әр түрлі мәселелерді талқылап отыратын орын болғандығын, ұлттық өнеріміз бен мәдениетіміздің өркендеуіне өлшеусіз қызмет ететінін айтсақ болады. Мәселен, 1922 жылдан бастап жәрмеңкеде мәдени іс-шаралар өткізіле бастады. Қазақ тілінде бір қатар спектакльдер қойылды. Дауыс торайтқыштар, радио қабылдағыштар арқылы халық жаңалықтар, хабарлар тыңдады. Енді үлкен сауда келген жерде қашанда өндіріс болады. Пошта, телеграф ашылады бұл жерде. Үлкен керуен сарайлар ашылады. Жәрмеңке қызған кезде, бұл кезде қазақтың алғашқы театры да осы жерде пайда болды. Көшпелі театры. Өйткені 2-3 ай жатады, саудагерлер, ақшалары бар, жағдайлары бар.
соларға қызық көрсету мақсатында өнерпаздар бірігіп сол қоянды жәрмеңкесін қыздыра бастады. Мына Қалибек Қуанышбаевтар, қазақ драма театрының негізін салған атақты актерлер, сол өзінің карьерасын қоянды жәрмеңкесінен бастаған. Бұлар қызған кезінде Қажымұқанды алғызады, Иса Байзақовты алғызады, жаңа жерде үлкен бір театр құрып жүреді. Оған енді жұрттың өнерпаздар өзі Әміре Қашаубаевтар бәртәрі сол жаққа барады. Ол қызықты көреміз деп елден қаптап жаңа жерде бала-шағаға дейін барады. Сондай үлкен дүние болған. Қарқаралы дейтін қарт мекеннің қазақ тарихындағы орны мен маңызын айтып тауысу әсте мүмкін емес. 500-ден астам тарихи ескерткіші бар бұл өңір том-том кітапқа жүк болары сөзсіз. Осынау шежірелі мекеннің тарих тереңінен көпке мәлім һәм беймәлім оқиғалардан сыр суырдық.